Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Оспан Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын құймақтар әзірлейміз. Ол үшін бізге қажетті заттар: сүт, шекер, сұйық май, ұн, тұз, разрыхитель, қайнаған су және де жұмыртқа. Аз ғана сода қажет болады. Енді жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды, разрыхителімізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз, сүтімізді құямыз. Жақсылап іртік болмайтындай етіп араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып, бүкіл іртіктерін кетіріп аламыз. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Аз ғана осындай сода қосып жіберсеңіздер болады. Енді жақсылап араластырамыз. Осымен біздің тестамыз дайын, осындай сұйық қоспа дайын болады бізде. Енді табамызды қыздырып, майлап, бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Ожаумен құйып, осылай айналдыра отырып, барлық жеріне жеткіземіз. Осындай тесіктер пайда болса, біздің блиніміз өте жақсы шығып жатыр деген сөз. Енді келесі бетіне аударамыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын. Арасына кез келген салманы қосып жеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып қолдап отыруды ұмытпаңыздар.